Танысып қойыңдар, бұл Боб, және ол бүгін шынайы вулканолог болады. Не күтіп тұрсың? Қорғаныс костюмын ки, және алға, аузына дейін. Боб үшін қуанышқа орай бұл өшкен жанартау. Оның атылмағанына миллион жылдан көп болды. Және ол ояна қоймас. Абайлырақ Боб атқылау бірнеше тонна жанартау күлінің шығарылуымен бірге жүреді. Егер де оны жұтса, ол өкпеде қатып цементке айналады. Саған көбірек кратердегі қайнап жатқан лава алаңдатады деп ойлаймын. Соған сен түсіп бара жатқан. Жанартаудың түбіндегі температура 1000 градус Цельсияға дейін барады. Егер де сен бүкіл билік жүзігін алып жүрген болсаң, ол оның көзін жоюдың тиімді уақыты. Сұйық жағдайына қарамастан, лава бұл өте қою зат. Ол мен Боб серуендегі болар еді, әрі періште істей алады. Шынымен бұл өте ақымақ әрекет. Өйткені осындай температурада костюм Бобты 20 секундқа бармай қорғай алмайды. Ол дәл отынды картоп секілді күйместен бұрын. Жинал, Боб, саған бұл жерден қалайда болсын шығу керек. Әрине, сен дуалда өлмелей бастасаң болады, бірақ сенің уақытың да күшің де жеткіліксіз. Бірақ лавада ерімей қалған тау жыныстары болуы мүмкін. Егер де олардың біреуіне шығып алсаң және түбіндегі жаңа жарылысты күтсең, Бобты кратерден дәл үстіге шығарып жібереді. Ал енді сен дайынсың ба? Егер де әрине жарылыс өте мықты болып шықпаса, бұндай жағдайда Бобтың тірі қалуы екі талай.